Сәлем қыздар, біз қазақша пигоде жасайтын боламыз. Жасық шақты еске алып, менімен бірге жасап көріңіздер. Өте дәмі ерекше болып шықты. Ал жәндегі салатты мен YouTube каналыма бар. Қарап, жасап алыңыздар. Ал жасап көрейік. Ең алдымен жылы суымызға дрожжымызды, тұзымызды, ұнымызды салып, сәл қоя тұрдық. Сосын қалған ұнымызды салып, илеп, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Илеп болған соң жылы жерге қақпағын жауып қойып қоямыз. Енді салмасына көшейік. Салмасына пияз, сәбіз және де қырыққабат қана қажет. Бәрін ұсақтап, жіңішке қылып турап аламыз. Турап алдық. Енді бұны қойып, қызып тұрған табаға фаршымызды қуырып алатын боламыз. Кейбіреулер қуырмай жасайды екен. Біз осылай жақсы көреміз. Осының үстіне бір видеода көрмей қапты. Сарымсақ салдым. Сарымсақ салып болғаннан кейін пиязымызды салып қуырып алдық. Пиязымыз сәл қуырылып алғаннан кейін үстіне тураған сәбізімізді салып бұқтырып алдық. Сәл бұқ болғаннан кейін қырыққабатымызды салып, дәл солай бұқтырып, тұзымызды салып, қақпағын жауып бұқтырып аламыз. Дайын болды. Енді үстіне қара бұрыш, қызыл бұрыш салып, суытып алатын боламыз. Енді біз қамырымызға көшеміз. Қамырымызды алып, осылай дөңгелек қылып үстін жабатырып, біртіндеп осылай салмасын салып, екі түрінен көрсетемін. Салмасын молынан салыңыздар. Осылай сопақтау қылып жасадым. Сіздер бұдан да дәу қылып жасасаңыздар болады. Мен жегенге ыңғайлы болсын деп кішкентай қылып жасадым. Енді екінші түрін көрсетемін. Екінші түрі дөңгелек түрі. Дөңгелек қылып жасайтын боламыз. Осыны 1 сағатқа пісіріп алатын боламыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Өте керемет болып шықты. Салмасы да өте сочный болып шықты. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Жаңыл Үсен қызы. Ас болсын. Рахмет.